Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге 1С бағдарламасының мүмкіндіктерін және де 1С бағдарламасында кімдер жұмыс жасай алатыны туралы қысқаша ғана ақпарат беремін. 1С бағдарламасы кәсіпорынды автоматтандыруға арналған өнім болып табылады. 1С бағдарламасы өте ыңғайлы, уақытты үнемдейді. 1С бағдарламасымен тек офисте ғана емес, қашықтықтан, яғни удаленно жұмыс жасауға болады. 1С бағдарламасының ақпаратын сол жақ бөлігінде жоғары жағында көруге болады, немесе оң жақ тетігін басу арқылы о программеге кірген кезде 1С предприятие 8.3 версиясы екенін көруге болады. 1С бухгалтерлік кадрлық құжаттарды рәсімдеу, жүргізу және де сақтау үшін арналған программа. Көбінесе бухгалтерлер жұмыс жасайды. Бухгалтерлердің өздері бірнеше топқа бөлінеді. Бухгалтер материального стола, бухгалтер по заработной плате, бухгалтер по реализации, кассир. Әрбір бухгалтер өздерінің жұмыстары мен міндеттерін атқарады. Мысалы, менюдан банки касса бөліміне кірген кезде мекемедегі кассир мекеме шотына келіп түскен ақшаны платежное поручение входящее арқылы енгізеді. Ал мекемеден шығыс болған, яғни төленген салықтар, тауарларға, қызметтерге төленетін төлемдерді платежное поручение исходящее арқылы рәсімдейді. Сонымен қатар кассовый книга жүргізеді және мекеменің шотындағы, кассасындағы остатықтар туралы отчет береді. Сонымен қатар авансовый отчет жүргізеді. Екінші бөлім покупка. Покупка ол сатып алу. Бухгалтер материального стола сатып алынған тауарларға сенімхат, яғни доверенность құжатын енгізеді. Сатып алынған тауарлар мен қызметтердің учетын жүргізеді, поступление ТМЗ и услугқа кіргізеді. Кәсіпорынның материалға жауапты тұлғаларынан ай сайын материальный отчет, материалдың есебін алып отырады. Складтарға, тауарларға инвентаризация жасайды. Сонымен қатар кәсіпорынның табыс алуға бағытталған қызметін жүзеге асыру қажетті құралдары, оны основной средствоның учетын жүргізеді. Одан кейін продажа, сату. Бухгалтер по реализации мекемеге келген тауарлар мен көрсетілген қызметтерді реализация ТМЗ услуг арқылы рәсімдейді. Контрагенттермен алашақ не берешек екенін анықтайтын акт сверки, взаиморасчетов жасайды. Сатылатын тауарларға, сатып алушыға счет на оплату құжатын енгізеді. Сатылған тауарлар немесе алынған тауарлардың сапасының дұрыс болмауына байланысты болса, возврат товаров от покупателей істейді. Сонымен қатар, мекемеде журнал учет выданных и полученных счет фактур, яғни мекемеге келген счет фактуры мен сатылған тауарларға берілген счет фактуралардың есебін жүргізіп тексеріп отырады. Зарплата. Бухгалтер по заработной плате мекеме жұмысшыларына жалақы есептейді. Сонымен қатар, әрбір жұмысшыға салықтардың дұрыс ұсталуын қадағалайды. Жұмысшыларға расчетный листогын береді. Расчетный ведомость арқылы ай сайын шығарып, басшыларға қолдарын қойдыртып, отчеттарын өткізіп отырады. Кадровый учет. Егер мекемеде кадр болатын болса, кадровый учет арқылы жұмысшыларды жұмысқа қабылдау, кадровое перемещение, ол басқа жұмыс орнына ауыстыру, немесе командировкаға жіберу, жұмыстан шығару, осы приказдарын, бұйрықтарын осы бөлімде жұмыс жасай алады. Сонымен қатар жалғыз бухгалтерлер емес, торговый фирмалардағы торговый менеджер по продажам.
супервайзерлер жұмыс істей алады, әрқайсысы өздеріне қажетті бөлімдерде жұмыс жасай алады, және мекемеде руководителю деп тұр, мекеме басшысы ақша ағымының кіріс шығысын, операцияларын, сонымен қатар тауарлардың учетін көріп отыра алады. Әрбір қызметкерлерге өзіне қатысты міндетті атқаруға доступ беріледі. Мысалы, кассирдің құжатын басқа бухгалтер кіріп өзгерте алмайды. Әзірше осы қысқа ғана. Келесі сабақтарда кәсіпорынды тіркеуден бастап пошагово барлық бөлімдерге тоқтайтын боламыз.